Жамағат түзелген кезде ғана мына қоғам не істейді? Түзеледі. Және қоғам, біз әрбір салаға мұсылмандар не қылуымыз керек? Кіре білуіміз керек. Мәселен, қазір бір медицина докторымен, медицина ғылымын меңгерген адаммен сөйлесетін уағызшың бар ма? Жоқ. Физика, химиямен біреумен сөйлесетін адам бар ма? Жоқ. Философия туралы еш әңгіме айтпай қойын. Үлкен әңгімелерді қозғайтын адам туралы айтпай қойын. Біздің мына жамағаттың ана қоғаммен несі жоқ? Байланыс жоқ. Себебі мына мешіттің ішіне жамағатқа жұма күні бір оқыған адамды көрдіңіз бе келіп жүрген? Зиялы, журналист, жазушы біреуді көрдіңіз бе? Ғылыми салаларда терезесі тең, олармен сөйлесе алатын уағызшымыз жоқ, өкінішке орай. Түсіндіңіз ба? Мысалы, біздің коронный уағыздарымыз бар. Өлім, жәннат, тозақ, 4 қатын алу, садақа беру. Сонда бір 20 шақты тақырып бар, соны маңайында не істей береміз? Айналып кеп ұра береміз, сәл шығып былай қарай. Мысалы, бір мұсылман ақынның, мұсылмандықты бір үйренген ақынның басқа ақындарға қалай әсер ететінін білесіз ба? Сұмдық әсер етеді. Бір медиктің мұсылман болып қалған медиктерге қалай әсер еткендігін білесің ба? Сұмдық әсер етеді. Себебі ол олардың тілінде сөйлейді. Солардың тілімен түсіндіреді. Сен екеуміздің жаңағы уағыздарымыз ол жерде өтпейді. Өлім, жәннат, тозақ, 4 қатын деген әңгімелер өтпейді. Өтпейді. Неге өтпейді? Себебі ол оған қызық емес. Ол айналысып жүрген шаруа емес. Сол үшін әлі күнге дейін Нобель сыйлығын алған мұсылман жоқ. Біреулер айтуы мүмкін, ол жердің бәрі кәпірлер, ол бізге бермейді деп. Олай емес, жоқ ешкім. Рас па? Бір мұсылман мемлекетін шығар, айтыңызшы, машина шығаратын. BMW қай жердікі? Германиянікі, Мерседес, Ауди, Volkswagen, Toyota, Hyundai. Дым қамады ғой, бәрі солардікі ғой. Дым қамады ғой. Қару-жарақты тегі қойдым. Бұны ойлап таппасаң, бұнымен жұмыс істемесең, сен өмір бақи не боласың? Сатып алушы боласың.